Сөз депутат Исақ Қазбек Жарылқасынұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Ақжолдың депутаттық сауалы вице-премьер Тоғжановқа. Биыл 3 маусымда Мәжілістің әлеуметтік мәдени комитеті ұлттың жаңа болмысын қалыптастырудағы шығармашылық одақтар мен қоғамдық ұйымдардың рөлі атты парламент тарихындағы тұңғыш рет тек қана мемлекеттік тілде өткен үлкен жиын өткізді. Кеңесте кеңінен айтылғандай, ұлттық мүддемізді қорғау үшін ең алдымен ұлттық болмысымызды жат болмыстан қорғай білуіміз керек. Ол үшін бүгінгідей жаһандану дәуірінде ақпараттық рухани қауіпсіздіктің рөлі зор. Кейде теріс тәрбиеге, ұлтсыздыққа, шетелдік ақпараттық экспансия телесериалдармен бірге өзіміздің де ұлттық ұғымнан жұрдай фильмдерде сайқымазақ шу мен шоулардың да әсері аз емес. Телеарналардан тізесі жалтыраған жыртық шалбарлы әншілерді көргенде жалпы осы біздің идеологиямыздың өзі бітіме деп ойлап қаласың. Ұлттық идеологиямызды қолға алып, ұлттық болмысымызды ұлтшылдық негізде қалыптастырмасақ, көрген күніміз осы. Жиында көзіміз жеткендей іс жүзінде мемлекеттің стратегиялық серіктестері және қоғамдағы ұлттық идеялардың қозғаушы күші болуға тиіс шығармашылық одақтардың қазір қаржылық қиындықтардан шыға алмай күндерін зорға көріп отыр. Қандай елдің дамуында да ең алдымен мәдениеттің маңызы зор. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Англияның премьері Черчиллге қаржы министрі елдің бюджетін көрсетеді. Сонда ол мәдениеттің шығындары қайда деп сұрайды. Қайдағы мәдениет соғыс кезінде депті министр. Сонда Черчилл, егер біз мәдениетімізді сақтап қала алмасақ, не үшін соғысып отырмыз депті. Егер тіліміз бен мәдениетіміз жоғалса, онда шекараңды аша сал, неңді қорғайсың, бәрібір бұл сенің елің емес деп Нельсон Мандела тура тауып айтқандай, елдің ең басты қорғаны тілі мен мәдениеті. Мәдениетімізді қолдауға баса назар аударған Қазақстан президенті Тоқаевтың тапсырмасымен былтыр құрылған шығармашылық одақтарды қолдау қорының жұмысы әлі жүрмей тұр. Шығармашылық одақтар қаржы жоқ деп шырылдауда, ал мәдениет министрлігіндегі оларды қолдауға бөлінген 257 миллион теңге игерілмей қалды. Себебі одақтардың құжаттары конкурстық талаптарға сай емес дейді министрлік. Өздері күнін көре алмай отырған шығармашылық одақтар осылай Құдайдың өзі жіберген сыбағаларынан айырылды. Қазақ мұны кедейдің аузы сүтке тисе мұрны қадайды дейді. Шығармашылық одақтардың мұңында, министрліктердің жырында түсінуге болады. Өйткені біздің заңымыз бойынша ұлттық мүддемізді қорғауға рухани нәр беретін, ұлтшыл рухты ұрпақтар тәрбиелейтін жазушылар, композиторлар, суретшілер, театр, кино одақтары, яғни ұлттық тәрбиеге үйрететін одақтар мен ит үйрететін одақтардың рөлі бірдей. Мұндай 22 мың ұйымның бәріне бір көзбен қарап отқанда бұл мәселе ешқашан шешілмейді. Биыл 30 жыл тәуелсіздігімізге 30 жыл толып отырған елімізде Құдайға шүкір, соғыс кез емес, бейбіт кезеңде біз мәдениетімізді сақтап қала алмасақ, не үшін отырмыз бұл жерде? Егер үкімет бұл мәселені сүйрете берсе, осылай шешпей, біз заңға өзгерістер енгізуді өз қолымызға аламыз. Біздің ұсыныстарымыз: бірінші, шығармашылық одақтарды қаржыландыруды заңнамалық тұрғыдан шешу үшін оларға мемлекеттік стратегиялық серіктесі статусы беру керек. Екінші, шығармашылық одақтардың мемлекетпен әріптестік қызметін жандандыру үшін мәдениет пен өнерді дамыту гранттарын тағайындау қажет. Үшінші, ұлттық болмысымызды жат болмыстан қорғау үшін ұлттық идеологиялық, ақпараттық рухани қауіпсіздік тетіктерін жасауды шұғыл қолға алу керек. Құрметпен, Ақжол фракциясы. Рахмет.